той думанға ел қашық, далам қашық. Келдім ғой содан кейін қадам басып, ежелгі бабалардың салтыменен алайынша ағайын амандасып. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын, сабырлы ағайын, тәлімді ағайын. Мынау болып жатқан ұлан асыр құдалық тойменен құттықтап бастайын бәрінді ағайын. Тағдырлары болған азат, бақ қондырып қолға ғажап, арқа-жарқа болып жатқан армысыздар, арда қазақ. Тоймен жалғап сәтті ғажап, ақ таңымыз атты ғажап, құда жекжат ағайын жұрт, бармысыздар текті қазақ. Алыстағы осындағы, дастарханның басындағы, қырықтың бірін қыдыр дейтін, біздің елдің асылдары, екі елдің шапағатына, екі жастың махаббатына куә болып келіп отырған қастерлі қазақ жұрты, бүгінгі қуанышымызға қош келдіңіздер. Бәрекелді, бүгіннегі баршаларыңыз бір қолдың саласындай, бір атаның баласындай болып, шаңырағы аталы, дастарханы баталы, қонағын төрге қойған, қанатын кеңге жайған, қуатты күйлі, оңтүстік өңіріне сыйлы болған, атасы абызға, анасы аңызға айналған, темір руынан тараған, кереметті әулетте ұлан асыр той болып жатыр. Яғни серіктей ағамызбенен Есенкүлдей апайымыздың отының басындағы, ошағының қасындағы ұлан асыр құдалық тойға қош келдіңіздер дейміз ағайын тағы да. Әрине, бүгінгі керемет құдалық тойға себеп баршаңызды осындай қуанышқа бөліп, серіктей әкенің кіндігінен тараған, Есенкүлдей ананың құрсағынан жараған, ел сүйсініп қараған айналайын баладан десек, Сержандай ұлдарыңыз тайдан тұлпар, балапаннан сұңқар шығып, табиғаттың өмірдің заңдылығына бағынып, үй ішінен үй тігіп отау құрып жатыр екен әлеумет. Қазақта дем сөз бар, 90 тойдың тобықтай түйіні үйлену деген. Әрине ол сүннет, үй болу міндет, үй болған жастарды құттықтау құрмет. Ал осылай ұлан асыр құдалық той жасап жүрмек, еш жердің заңына жазылмаған қазақи дүрмек деген ағайын. Олай болса дүрмегіміз дүбірлі, жастардың тіккен шаңырағы тұғырлы болсын десеңіздер, пейілдеріңізді асыл етіп, пенделік кейбір ойларды басып өтіп, махаббатты жастардың құрмет үшін шапалақты ұрыңыздар шашып өтіп ағайын. Ал енді құрметті көпшілік, мен де бір көп білетін адам болса көсіле бермейін. Енді қазақта бір әдем сөз бар ғой, бір көрген білес, екі көрген таныс, үшінші көргенде құда-құдағи болып табыс деген. Білесіңіздер, енді осыла қызметте жүрген ағалар болса, жеңгелеріміз болса, әпкелеріміз болса, құдалықтың барысында кешке дейін жақсылап таныс боламыз деп ойлаймыз. Ал енді құрметті құдалар, құдағилар, біздің оңтүстік өңіріне белгілі екі көпіріміз бар. Біреу мынау Бәйдібек ауданында жатқан Қызыл көпір, екіншісі осы Шымкент қаласында жатқан Қадың көпір. Құдай қаласа сол екі көпірге бүгін мінекей үшінші көпір келіп қосылып жатыр. Әрине ол сіздермен осы елдің арасына орнап жатқан алтын көпір ағайындар. Алтын көпірлеріңіз ешқашанда ескірмесін, жаңарып, жаңғырып тұрсын. Құдалықтарыңыз әрқашанда мәңгілік болсын деген бір тілегіміз бар. Құдалық құтты болсын бүгінгі. Ал енді мынау қабылыңызды керемет әсемет сіздердің құрметтеріңізге.
жаман жақсы таңдай атып, бірақ та сөнген жаман жанбай жатып, жанбай жатқан шырақты жандыратын осындай әншілдарыңыздың болғаны қандай бақыт деп қояйық ағайын. Құдай қаласа мінекей бүгінгі қуаныш құтты болсын әрине. Ал енді мынау құрметті көпшілік, құрметті құдалар, құдағилар, қазақ айтады, тойдың болғанынан болатсы қызық дейді. Әрине болатсы мың күн, болары бір күн деген. Әйтсе де бүгінгі бір күніміз мың күнге татитындай болды десем, артық болмайтын шығар ағайын. Тамаданың атынан кеп талай сөзді бердік, әдемі сөздер айттық. Әрине кемшіліктеріміз кетіп жатса, кешіресіздер деп ойлаймыз, құрметті халқым. Түн той бітті, әдемі айға қара, бізді қимай тұрғандай айдалада. Тойшыл қазақ сіздермен қоштасамын, жолығайық ендеше тойда ғана. Қай қазақ қуаныштан бастарда да, арайла бата берсін жастар таңы. Қызың тұзат, келін ал тойда қазақ, жиналмасын елімнің дастарханы. Бір Алла сабыр берген, дарын берген, аямаймын ендеше жаным делден. Іздегендер табады ел ішінен, сіздермен бірге болған асабалдарыңыз алда берген ағайын. Кобраның мақсаты жұту, футболистің мақсаты ұту, тамаданың мақсаты ертерек сөзді бітіріп үйіне қарай зыту деген. Құдай қаласа елзеңгіл әпкеммен біттіменде контракты, құдалық тойымызмен антракт деп айтсақ та болады. Тұрғанбай ағам жақсылап неге үлкен құдаларымыздан бата сұрасаңыздар, содан кейін жақсылап билеп